Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Тілдарын облыстық тілдерді оқыту орталығының оқытушысы Сайран Тұрсынбайқызы. Добрый день, уважаемые зрители! Вместе с вами преподаватель областного центра обучения языкам Тілдарын Сайран Тұрсынбайқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы түстер. Тема нашего сегодняшнего урока – цвета. Жаңа сөздермен танысамыз. Познакомимся с новыми словами. Ал-қызыл, алый, ал-қызыл, алый, ақ, белый, ақ, белый, ала, пестрый, ала, пестрый, қара, черный, қара, черный, боз, бледный, боз, бледный, қызыл күрең, бордовый, қызыл күрең, бордовый, көгілдір, голубой, көгілдір, голубой, сары, желтый, сары, желтый, жасыл, зеленый, жасыл, зеленый, қоңыр, коричневый, қоңыр, коричневый, қызыл, красный, қызыл, красный, ашық қызыл, малиновый, ашық қызыл, малиновый, бір түсті, однотонный, бір түсті, однотонный, қызғылт сары, оранжевый, қызғылт сары, оранжевый, қызғылт розовый, қызғылт розовый, ашық светлый, яркий, ашық светлый, яркий, сұр серый, сұр серый, көк синий, көк синий, күлгін фиолетовый, күлгін фиолетовый, күңгірт темный, күңгірт темный, кемпір қосақ, радуга, кемпір қосақ, радуга. Енді осы тақырыпқа байланысты сұхбатты тыңдаңыздар. А сейчас прослушайте, пожалуйста, диалог к новой теме. Анашым, аспандағы не? Мама, что на небе? Қызым, бұл кемпір қосақ деп аталады. Кемпір қосақ жаңбыр жауғаннан кейін шығады. Дочка, это называется радуга. Радуга появляется после дождя. Қандай әдемі, как красиво. Я, әдемі. Кемпір қосақта қандай түстерді көріп тұрсың? Да, красиво. Какие цвета ты видишь в радуге? Қызыл, көк, сары, жасыл, күлгін түстерді көріп тұрмын. Я вижу красный, синий, желтый, зеленый, фиолетовый. Жарайсың, қызым. Молодец, дочка. Анашым, сізге қандай түстер ұнайды? Мама, какие цвета вам нравятся? Маған қызыл күрең, ашық қызыл, ақ түстер ұнайды. Мне нравится бордовый, малиновый, белый цвет. Сәуле тәтем қандай түстерді ұнатады? Сестре Сәуле какие цвета нравятся? Сәуле қызғылт сары және бір түстерді жақсы көреді. Сәуле любит однотонные и оранжевые цвета. Осымен кезекті сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше. На этом очередной урок закончен. До следующей встречи.